Біз Ташкент жалғыз қалдырдық кезінде. Анау Хрущевпен тартысқа түсіп, мен 6 облысымызды бермей алып қалды ғой Ресейдің құрамына. Оның алдында біз Кенесарыны жалғыз қалдырдық, біздің қазақ. Кенесарыны сатып бердік қой біз. Міне, бірліктің жоқтығынан. Сол кезде бірлік бізге күнде керек, жұтыраудай керек. Қазақ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұмған жұдырықтай болатын болсақ, бізді жау алмайды. Көптеген мәселелерде біз алауыздығымыздан ұтылып жатамыз. Жер мәселесі болсын, тіл мәселесі болсын. Тіл мәселесінде, мысалы, өз қазақ өз тілінде сөйлемейді. Кім оған үйінде балаңменен, әкеңменен, немереңменен, шешеңменен ана тіліңде сөйлеме деп аузын қағып отыр? Ешкім қағып отырған жоқ. Тәуелсіздік алғанымызда 30 жыл болды. 30 жылда 25 жылда осы сол кезде туған бала қазір 25-ке 30-ға келіп қалды. Өз тілін білмейтіндер бізде толып жатыр аулаға шықсам. Бірлік болғанда да мына ой бірлігінің, мүдде бірлігінің жоқтығынан, мақсат бірлігінің жоқтығынан біз көп нәрсе ұмытылып жатырмыз. Біз қандай мәселе болсын, қазақ бір тудың астында болуымыз керек. Елге, жерге, ауылға, тағы басқа ұруға бөлінбей. Ойымыз бір жерден шығу керек бүкіл қазақтың.